Көне Шаған обалары туралы не білеміз? Тоқтамыс Батыр ауылының тарихы бай, табиғаты әсем, жері шұрайлы. Біздің ауыл Шаған өзенінің бойында орналасқан. Ауылдың солтүстігін Шыңғыс, шығысын Бұғылы, оңтүстігін Машан, батысын Көксеңгір таулары қоршап тұр. Дәл өзен бойын көлбей, өркеш-өркеш болып тізбектеліп ақтас тауы жатыр. Шаған өзені бойында әлі де зерделуді қажет ететін, ешқандай тізімге алынбаған, мемлекет қамқорлығына зәру құпия сыры ашылмаған ескерткіштер аз емес. Олардың ішіндегі аса бір елеулері алып тас құрылыстары. Шаған өзенінен оңтүстікке қарай үлкен алқап бойын ала ертедегі қорымдар тізбектеле орналасқан. Шаған алқабындағы обалардың бетін өзен малта тасымен жалтыратып, жазықтың өз бейнесін ерінбей жалықпай қайталағанына қайран қаласыз. Өзен бойындағы Молдабай, Күншуақ, Шыбынтай жеріндегі тас суреттер көктен төгілген тылсым үннің табиғат түрленуінің жалғас іспетті. Ондағы бедерлер саналуан, басым көпшілігі аң бейнелері, бірнеше тұтастығы әсіресе киелі бұғы бейнесі өте әсерлі шыққан. Соңғы қола, ерте темірдің басы, яғни осыдан 3000 жылдай бұрынғы заманға тиесілі мұралар. Бұғының мүйіздері шеңбер және шеңбер ішіндегі күн шапағы түрінде бедерленген. Шапақ сызықтары бір нұсқада 5 тармақты адамның символикалық бейнесін ұсынғандай. Бұл бейнелер адамның күндірі мен киелі аң бұғыдан жаратылған ұқтырса керек. Енді бір суретте күн бейнелі жеке бұғыны көреміз. Сонымен қатар қос тоңғалақты арба жегілген аттардың көрінісі де көзге түседі. Жаңа тас пен қола дәуірінің суреттерінде аңдар ортасында адамда арагідік байқалады. Адам өзінің ең негізгі функциясымен көрінеді. Бірінде ат үстінде аңғуу сәті, екіншісінде атты жауынгер бейнеленген, және бәрінің қарулар бөлек. Бас жауынгердің қолында найза, бір қолында сүңгі, оның маңында семсерлі, қанжарлы, қылышты және тас топ лақтырушы жауынгерлер. Шаған өзенінің бойындағы тастағы суреттердің көбі бейнелеу өнердің арғы дәуіріне жатады. Бір қатар мысты тас қола ғасырныкі, 4-5 мың жылғы дүниелер деп шамалаймыз. Басқалар ерте темір, 2,5 мың жылдай бұрынғы замандыкі. Күн, ай және тұлпар тұяғы таңбаларының ерте замандарда ғұрыптық маңызға ие болғанын көреміз. Авторы Құрманғазы Қарымсақ. Оқылған Қуат Ахметжан. Арнайы Семей арнасы үшін.